наконец-то мына пустая страничкаға бір нәрсе жазатын боламыз. Мінекей, мынау осындай бізге страничка шығады. Наконец-то біз мында мысалы 50 деп жазамыз, 25 деп жазамыз. Тексеру деп басқанда, мына А саны 50, Б санынан, яғни 25-тен үлкен деп айтады. Осыны біз қазір жасаймыз. Бұл не дейсіз ғой, мынандай жақша болу керек, осындай жақша болу керек обязательно. Бұл HTML языкты XML языкке бірдей почти. XML деген нәрсе бар тоже, бірақ ладно, бастарыңыз қатырмаңыз, бұл HTML язык деп айтсаңыз да болады, окей? Мен қазір өмірде вот реально ChatGPT шыққалы, мен мынаны даже не заморачиваюсь, басы аяғы деп. Маған и так-то ChatGPT жазып береді кодтың бәрін ғой. Қазақша мәтін деп, мінекей, үлкейтейін, жаздым, бұл текст. Осыны файл save деп сақтаймын. Мысалы, мына жерге download или программный лайсенсқа сақтаймын. Сол, короче, бұл енді одан неден бастадық? Осыдан бастадық та. Мына біз типа UTF-8 екенін білдіріп жатырмыз. Енді дальше. Head деген мына HTML страничканың басы деген сөз. Head. Басында сен headтің ішінде осындай название, там бірдеңе деген сияқты информация сақтайсың. Body деген, body, ол денесі деген сөз HTML файлдың. Бұл жерде уже основной мына бүкіл контент страничканың бодида сақталады. Түсініксіз болса, сіз өзіңіз жазып, мына значенияларды ұшқыңыз. Мысалы, мына жерде Б емес А деп жазып көріңіз. Не болады екен? Қараңыз. Өзіңіз жазуыңыз керек скрипттарды. Пока үйренгенше, потом уже ChatGPT-ді қолдансаңыз болады. Достар, Инстаграмда Reels өте қысқа, сондықтан толық видеоны салу мүмкін болмады. Бірақ ютубта сол видео, осы видеоның толық нұсқасы тұр, бесплатно барып қараңыздар. Ютубтан Азат Ержан деп жазыңыз, сол кезде менің арнам шығады. Немесе маған YouTube деп жазып жіберіңіз, мен сізге сол ютубқа ссылка жіберетін боламын.